Бұл видеода көпшіліктің сүйіп жейтін асы вареникиді дайындау тәсілімен езілмейтін қамыр илеу және қамырдың мұздатқышта сақтауға болатын түрі туралы айтамыз. Ең әуелі вареникидің ішіне салатын салмасы картопты аршып, жуып, кішілеу етіп турап, суға салып қоямыз, крахмалы шықсын. Содан кейін қамырын әзірлейміз. Бұл жолы қайнатылған қамыр, яғни заварное тесто. Ол үшін суға тұзын араластырамыз да отқа қоямыз қайнатуға. Қамырға қосатын жұмыртқа мен сұйық майды жақсы етіп араластырып аламыз да, оны ұнға қосамыз. Жұмыртқа мен сұйық майдың араластырған қоспасын ұнға жақсы етіп араластырамыз. Себебі жұмыртқа егерде бөлек жүретін болса, дұрыс араласпай қайнап тұрған суды қосқан кезде жұмыртқа өзімен өзі бөлек пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті жақсы етіп бәрін араластырып аламыз қайнаған су қосқанға дейін. Қайнап тұрған суды қостық. Енді бастапқы кезде ыссы болады. Әуелі қасықпен араластырып аласыз. Сәл соғаннан кейін қолыңызбен қамыр басқандай қылып баса бересіз. Қайнатылған қамырдың заварной тестің бір ерекшелігі, бұндай қамырды қанша қайнатсаң да ол езілмейді. Бұдан пельмени, вареники жасаған өте ыңғайлы. Және тағы бір ерекшелігі, ондай полуфабрикат жасағанда жартылай дайын ас дейміз ғой, соны жасағанда өте ыңғайлы. Себебі оны мұздатқышта сақтап, кейін пайдаланған кезде, мысалы пельмени, вареники, олар жарылып кетпейді. Тағы бір жақсы жағын айта кетейін, бұндай қамыр ие қану үшін ұзақ уақыт басып керек емес. Мына қамырдың бәрін жинадық, мешокқа салып қоямыз, болды. Және тағы айналасында ешқандай қатпарланған қамыр ештеңе қалмайды, бәрі жақсы жиналып қалады. Мешокқа салып қойсаңыз 20 минутта бәрі дайын болады. Енді картопымызға көшейік. Картоптың суын қараңыз, тұнық емес, лайланып тұр. Крахмалының бәрі бөлінді. Оны бір шайып аламыз да, пісіретін ыдысымызға аударып, үстіне суын құйып, тұзын салып, қақпағын жауып отқа қоямыз. Картоп піскеннен кейін артық суын төгіп, өзімізге ұнайтын қоспаларын саламыз ішіне. Кейбіреулері қуырылған пияз бен ақжелкен салады, ал біздің отбасымызда сүт қосылған сары маймен пюре жасаймыз. Картоп піскен уақытта қамырымыз да дайын болды. Қамырды енді қарайсыз мешоктан шыққаннан кейін. Егерде тым дымқыл болса, кішкене ұн қосып басып аласыз. Ортасын ашып көрсетсең, ие қанып қалды. Енді жаямыз. Қайнатылған қамыр өте жеңіл жайылады, көп ұнды қажет етпейді, онымен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Басында айтып кеттім, бұл қамыр ең әуелі полуфабрикат жартылай дайын ас жасауға өте ыңғайлы. Мұздатқышта сақтаған тағам кейін пайдаланған кезде қамыр жарылып кетпейді және әрі суға пісіргенде де езілмейді қамыры. Манты, пельмени, вареникиді алдын ала жасап, дайындап мұздатқышта сақтап қоюға болады. Чебурекиді жасауға болады бұл қамырмен. Бірақ мұздатқыштан шыққаннан кейін чебурекиді қуырғанда оның қамырында андай пузыри дейді, көпіршіктер болмайды. Себебі бұл қамыр тығыздау келеді. Мына қамырымызды қайытып жайдық. Енді оны дөңгелек пішінмен бәрін кесіп аламыз да, салмаларын салып вареникімізді дайындаймыз. Бағанадан бері қамырдың жақсы жағын айттым. Енді бір минусын айта кетейін. Біздің бешбармағымызға бармайды бұндай қамыр. Себебі тығыздығына байланысты суды көп сормайды, ал сорпаны сіңірмеген қамыр біздің бешбармаққа бармайды, өзіңіз білесіздер. Вареникіміз дайын болды. Қазір енді оны пісіреміз. Қажетінше пісіріп, ал артық қалғанын мұздатқышта сақтап қоюға болады. Келесі жолы пайдаланамыз. Артық қалған қамырды да сүйтеміз. Суды қайнатып, тұзын салып, вареникиларды салып жібереміз, 1-5 минутта пісіп қалады. Мантоваркеге буғада пісіруге болады, бірақ маған осындай түрі ұнайды. Себебі қамыры езілмейді оның. Енді ең соңғы сәт, осы қайнақшаға қосып жейтін зажарканы әзірлейміз. Зажарка дейміз, дәмқосар дейді оны қазақша. Ол үшін сұйық май мен сары майды араластырып, ертіп алып, пиязды салдым оған. Пияз қуырылғаннан кейін қызанақ қостым да, осының үстіне пісіп шыққан қайнақшаларды салып жібердім. Керісінше қайнақшалардың үстіне дәмқосарымызды аударып жіберуге де болады. Видео басталғанда вареники пісіріп жатыр едік, соңғы жағында қайнақша болып шықты ма деп таңғалмаңыз, негізгі атауы қайнақша. Міне өте тез пісірілетін дәмді қайнақшамыз дайын болды. Дәмді тамақтардан ләззат алайық, асыңыз әрдайым дәмді болсын. Видео үйретсек, пайдаңызға жарып жатса, өте қуаныштымын. Видео ұнап жатса лайк баса кетіңіз. Ол менің еңбегімнің бағасы. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханаңызда көмекші болатын видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер.